Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес каналында грек жаңғағының пайдасы мен қасиеттеріне тоқталатын боламыз. Грек жаңғағының сыртқы түрі шар тәрізді. Түрі мен диаметрі бір ағаштың өзінде әртүрлі болып өзгеріп отырады. Жаңғақ қабығына байланысты қалың және жұқа болып келеді. Жемісін әбден пісіп толғанда, яғни сыртқы қатты сүректенген қабығы кепкенде жинайды. Осы кезде оның қатты қауыз жапқан ішкі дәні төртке бөлінеді. Жиналған жаңғақ дәндерін ұзақ сақтау үшін күн көзінде немесе арнайы кептіргіште кептіреді. Ашық және күңгірт қауызды ядросын, яғни дәнін 12 сағаттай тұзды суға салып қойса, қауызы оңай алынады. Содан кейін дәнді ағынды суға шайып алып кептіру керек. Грек жаңғағында кездесетін антиоксиданттар мен қоректік заттардың жоғары пайызы қатерлі ісік қаупін болдырмауға көмектеседі. Омега-3 май қышқылдары грек жаңғағында кездесетін фитостеролдармен бірге сүт безі қатерлі ісігінің өсуін баяулатуға көмектесетіні дәлелденген. Американдық клиникалық тамақтану журналында жарияланған зерттеуде 365 қатысушының жаңғақтың жүректегі денсаулыққа пайдасы зерттелді. Олар бақылау диеталар мен грек жаңғағымен толықтырылған диеталар кезінде бақыланды. Нәтижелер холестериннің жалпы және төмен тығыздықтағы липопротеиндердің едәуір төмендеуін көрсеткен. Грек жаңғағын тұтыну екінші типті қант диабетінің қаупін азайту мүмкіндігімен тікелей байланысты екені дәлелденді. Сондай-ақ грек жаңғағы ең жақсы антиоксидант. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін маңызды компонент. Бұл тозу мен жасушалардың шамадан тыс қартаюына жол бермейді. Зерттеулердің бірінде грек жаңғағы сияқты антиоксиданттары көп тағамдарды тұтыну қартаю кезінде пайда болатын тотығу стрестің осалдығын азайтуға, денсаулықтың ұзақтығын арттыруға, сондай-ақ қартаюдың когнитивті және моторлық қызметін жақсартуға болатындығын анықтады. Барселона университетінің зерттеулеріне сәйкес 12 апта ішінде күніне 30 грамм жаңғақ қабылдау ағзадағы серотонин деңгейін жоғарылататынын, қандағы қант деңгейін төмендететінін және аштық сезімін төмендететінін дәлелдеген. Майдың құрамында энергияның шоғырланғандығына қарамастан, оның тағамдық сапасы мен күнделікті аз мөлшерде тұтынылуы жүрек қан тамырлары қаупінің факторларын жақсартады. Осылайша іштің жоғалуына, семіздік пен онымен байланысты ауруларды емдеуге көмектеседі. Егер жаңғақты шикі күйінде қабылдау дәмді емес болса, оны салаттар арқылы тамақтануға немесе тағамға қосуға болады. Грек жаңғағы ядросы калориялық құрамы жағынан барлық жаңғақ тұқымдастардан асып түседі. Бұл орайда ол бидай нанынан 3 есе, сиыр сүтінен 10 есе асып сары майға жақындайды. Халықтық медицинада грек жаңғағының діңінен, жапырағы мен тамыр қабықтарынан алынған шырын, сөл майы емдік диеталық мақсатта пайдаланылады. Тұнбасына дәке батырып жараның бетіне басады, ал байлауға ыңғайсыз жерлерге сұйық май сияқты жағады. Асқазан, ішек ауруларын емдейді. Грек жаңғағын тағамға қосып медицинада пайдаланумен бірге оның шаруашылықта да маңызы өте зор. Жапырағы мен ядросы хош иісті эфир майына, А, В витаминдеріне және каротин, белоктық заттарға бай. Ядро ұясы аскорбин қышқылын бөледі. Грек жаңғағындағы омега-3 май қышқылдары альфа-линолен қышқылы және өсімдік негізіндегі май қабынуға қарсы және патологиялық тромбтардың алдын алады. Әртүрлі зерттеулер көрсеткендей, өсімдік майларына бай диетаны қолданатын адамдар инфарктқа ұшырамайды. Құрметті оқырман, бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.